Қыздар, рулеттеріңіз осындай, дәл осылай жыртылмай керемет болып шықсын десеңіздер, міндетті түрде рецепті соңына дейін көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Арасына өзіңіз қалаған вареньяны қоссаңыздар болады. Дәмі деген керемет қой, қыздар, айтып жеткізе алмаймын. Аузы жарған міндетті түрде жасаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқа, шым-шым тұз және қантты салып, жақсылап көпіргенше миксерлейтін боламыз. Біздегі масса осындай көлемде болады. Енді біз үстіне сүтті құйып, тағы да аздап миксермен араластырып алатын боламыз 2-3 минуттай. Дайын болғаннан кейін ұн және қопсытқышты екеуін осылай араластырып, міндетті түрде електен өткізіп, 2 немесе 3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Қыздар, егер арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Менің арнамда тексерілген өте керемет рецептер бар, бір жасағаннан 100% шығады. Ойланбай жасай берсеңіздер болады. Мінекей, ұндарымыздың барлығын салып, жақсылап араластырғаннан кейін 3-4 ас қасықтай сұйық майымызды қосып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Одан кейін менде осындай қалып, астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. 30-40 сантиметрмен мен жасадым. Пергаментті міндетті түрде маймен май жағып жіберсеңіздер, сіздердің рулеттеріңіз жабыспай өте керемет болып шығатын болады. Мінекей, менегі масса осындай қоюлықта болды. Қою емес, сұйық емес, жақсы болды. Бұл жерде ең басты қағида біздің массамыздың біркелкі болып орналасуында болмақ. Мінекей, барлығын жайып біркелкі қылып төсеп шықтым. Енді алдын ала қыздырылған 180 градустағы пеште 15 минуттай салып алатын боламыз. Айтпақшы, қыздар, көбісі осы духовканы қыздырған кезде бірден отты қатты қояды, сосын осындай пирогтарын салатын кезде басатын болады. Ол кезде пирогыңыздың, кез келген пирогтың сырты піседі, іші піспей қалатын болады. Сол себепті осындай выпечка тәттілер жасап бастаған кездеріңізде алдымен ақырын отта бірінші духовканы қыздырып алатын боламыз. Енді мінекей, менің бисквитім пісіп шықты. Қыздар, мінекей, менің рулетім осындай керемет болып шықты. Сынан босатып аламыз және ыстық күйінде пергаментінен шешіп, рулет қалпында орап алатын боламыз. Егер ыстық күйінде орасаңыздар, бұл әдемі болып шығады. Ал суығаннан кейін бұл шашылып кететін болады, қыздар. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, мінекей, осындай болып шығады. Сонымен қатар пергаменттен де оңай шешіліп алынатын болады. Мінекей, пергаментті алып болғаннан кейін осындай матамен рулет қалпында орап алатын боламыз, және де осы қалпында тұрғаны дұрыс, ішінде кремін дайындап алғанға дейін. Кремім дайын болды, менің видеоға түспей қалған екен. Қанша грамм қосқандарымды төменде қалдыратын боламын. Мінекей, менің рулетім осындай болып шықты. Өте керемет, жоп-жұмсақ, езілмейтін, жыртылмайтын керемет бисквит болып шықты. Бисквитный рулет. Енді осының арасына кремін жағатын боламыз, және варенье ретінде өзіңіз қалаған вареньеларды жақсаңыздар болады, үйде бар. Мінекей, осылай тегістеп аламыз, және арнайы кремін жағатын боламыз. Менде бұл жерде крем, творожный сыр, сливки және қант болып үш азаттан құралған крем. Бұл кремнің толық жасалу рецебті барлығы менің видеомда бар, каналымда бар. Міндетті түрде ссылкасын қалдыратын боламын, ішіне кіріп көрулеріңізге болады. Сонымен қатар менің YouTube каналымда түрлі тәттілер, торттар, выпечка, бірінші тағам, екінші тағам, кез келген десерттердің барлығының тексерілген рецепттері бар. Бір жасағаннан 100% шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап, отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Мінекей, кремін жағып болғаннан кейін менде үйде осындай таңқурайдың вареньесі бар екен. Соны аздап осылай жағып, біркелкі алып барлық жеріне жағып, енді біздің рулетімізді орайтын боламыз. Қонақ келгенде де
кез келген өзіңіз шай ішкен кезде де міндетті түрде осы рулетті жасаңыздар. Торт жасасаңыздар, мысалы обтяжка жасауды қажет етеді, тегіс жасауды. Ал бұл рулет торттан ас түсе кем түспейді, дәмі де өте керемет болып шығады қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Енді осында екі шетінде артық жерлерін бәрін алып тастаймыз. Мінекей ішінде кремі томпиып, өте күшті, аппетитный болып шықты қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Енді арасынан бөліп өзіміз қалағанымызша сәндеп шығатын боламыз. Мінекей ортасы деген осылай шықты. Мә қыздар, мынаны жеп көрмесе жесеңіздер, енді күшті ғой. Пропитание сіңсе вообще керемет дәмі. Мінекей шоколадпен осылай сәндеп шықтым. Артылған кремді осындай насадкамен бетіне сәндеп қойып шықтым. Осымен менің бисквиттен жасалған рулетім дайын болды қыздар. Дәмі өте керемет. Бір шайға отырғанда жоқ болып кететін рулеттердің бірі. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің арнама тіркеліңіздер. Рецепті соңына дейін көргендеріңізге рахмет қыздар. Сіздермен бірге болған Мадина.